Сәлем достар! Біз Менің отаным Қазақстан атты республикалық байқауына қатысып, тәуелсіздік бәрінен қымбат атты Астанадағы форумға жол тарттық. Біз отбасымызбен Астанаға барып, аквариумге барып, акула көрдік, балықтар, медуза көрдік. Соңын адам тамақ беріп атқан көрдік, русалка көрдік. Содан кейін біз бәйтеректің төбесіне шығып, суретке түсіп алдық. Біз орталық Азиядағы ең үлкен мешітке тоқтадық. Оның іші өте үлкен және кең болды. Астананың ауа райы қарлы, суық және әдемі болды. Қайырлы күн, армысыздар, құрметті дарынды оқушылар. Біз арамызды бастамас бұрын орындарыңыздан тұруларыңызды сұраймыз. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні. Алтын күн Астана, алтын ән қаласы, ерліктің дастаны, еліме қараша, келшіден ертеген тартама шықты ғой, табысын келмеген қазаққа мықты ғой. Кең байтақ даласынан, Алтайдан Атырауға дейін, Сарыарқадан Алатауға дейін, пейілік кең осындай дархан даламыздың ұл-қыздары бүгін осы үлкен залда марапат алатын болады. Қадамдарыңыз құтты болсын, құрметті оқушылар. Сіздерді қолдап келіп жатқан осы жерде қос қанаттарыңыз бар. Оның біріншісі жаңа мен атап өткен ұлағатты ұстаздар қауымы. Ұстаздар қауымы ортамызда бар ма біздің? Және де баласы атқа шапса, атанасы тақымын қысады дейді. Осы жерде оқушыларды қолдап келіп жатқан атанасы, атасы, әжелерін көріп жатырмыз. Атаналар қауымы бар ортамызда. Міне, болам деген баланың бетін қақпа, белін бу дейді. Сіздерге ерекше алғысымызды айта отырып, осы құрметті оқушылар, бүгінгі алатын марапаттарыңыз сіздерге құтты болсын деген біледі. Осы ата-аналарыңызбен ұстаздарыңызға барлықтарыңыз бір ауыздан рахмет деп айқайласақ қане. Құрметті оқушылар, ата-аналарымызға, ұстаздарымызға рахмет. Тағы да бір ата-аналарымыз бен ұстаздарымызға рахмет. Міне, осы кісілер сіздерді әрдайым қолдап жүре берсін. Мынау Абай Құнанбайұлының биыл 180 жылдық мерейтойы, осы жерде сол байқауға қатысып жеңімпаз атанған оқушылар да бар. Абай Құнанбайұлының бір керемет сөзі бар. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой дейді. Талапты ерге нұр жауар дейді. Және де Әл-Фараби бабамыздың бір керемет сөзі бар. Адам баласының бойында табиғи қасиеттерден артық қасиет ол талаптылық дейді. Сондықтан құрметті ата-аналар, осы залда отырған оқушылар болашақта мықты азамат, ел басқаратын азамат, тек қана өздеріңіздің әулеттердің емес, елдің азаматы болсын десеңіздер, ерекше бір осындай ой айтып келіп тұр, ол талаптылық деген қабілет. Балаға талап қоя білу. Яғни, жаңа Әл-Фараби бабамыз атап өткендей, бойындағы табиғаттан берілген қасиеттерден көрі жоғарғы дүние бар, ол баланың талапшылдығы деген сөз бар. Яғни біз өзіміз студент кезімізде есімізде, бірінші курсқа келген кезде кейбір оқушылардың базовый білімі дейді ғой, қабілеті барлығы бар, бірақ өмірге деген ұмтылысы жоқ. Кейбір оқушылар болады, ауылдан келген, орыс тілі шорқақ, ағылшын тілін білмейді, бірақ өмірге деген ұмтылыстары жоғары. Бір 10-15 жылдан кейін соларды салыстырып қарасаң, анау кешеге келген талапты бала олардан әлде қайда өсіп кетеді. Сондықтан сіздерге бір кішкентай ой, осы баланың бойындағы талап қоя білу арқылы талаптылық қабілетін дамыту. Ол қалай болу керек? Оған
мейірімділік арқылы оған өзінің шамасынан тыс талап қоймай, ақырын жүйелі түрде талап қоя білсе, болашақта бала үлкен азамат болады. Осындай қос қанатты қолдап келіп жатқан оқушылар, бұл жай оқушылар емес. Анау Қазақстанның шығысынан келіп жатқан оқушылар бар, батысынан келіп жатқан оқушылар бар. Оңтүстік Түркістан, Шымкенттен келіп отырған оқушылар бар ма ортамызда? Олардың барлығы өздерінің арман мақсаттары бар, қолдаушылары бар оқушылар. Енді осыларға талаптандыра білсек, болашақ депутаттар, болашақ ғалымдар, болашақ ел басқаратын азаматтар осылар болады. Себебі бұл Қазақстан тәуелсіздік осы біздікі. Бізден артық бұл мемлекетті жасайтын, бұл мемлекетті дамытатын ешкім жоқ. Құрметті оқушылар, сондықтан сіздерге біз үлкен сеніммен артамыз. Міне бүгінгі аға буын өкілдері, алдыңғы қатарда отырған ағаларымыз отыр. Абай Құнанбаев айтады, ондай болу қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз, болмасаң да ұқсатпақ, бір ғалымды көрсеңіз дейді. Осы Евразия ұлттық университетінде бірнеше жыл қызмет атқарған тарих ғылымдарының кандидаты профессор Қашқынбаев Амангелді Нұркеұлы ағамыз ортамызда отыр. Міне біздің шақыртуымызды қабыл алып, осы оқушыларға бірер ауыз тілегін айтамын деп, марапаттау рәсіміне қатысамыз деп, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғысымыз шексіз. Және де осы Евразия ұлттық университетінде қазіргі таңда қызмет жасайтын Қазақстан Беларусь ғылыми зерттеу институтының директоры Қалиев Жабай Нұрмағұл ағамыз отыр. Педагогика ғылымдарының кандидаты. Және де белгілі ақын, жазушы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Алқа радиосының директоры Сейітман Серік ағамыз ортамызда. Міне осы отырған шәкірттер болашақта сіздерді түлеп ұшып, өз мектептеріңізді бітіріп, осындай жоғары оқу орындарына келіп оқуға түсесіздер. Мүмкін біреуіңіз осы Евразия ұлттық университетінің студенті атануларыңыз да мүмкін. Болашақта бір 10-15 жыл деген қазірде көзді ашылмайынша өтіп кетеді. Осы залда отырып диплом алуларыңыз мүмкін. Сол кезде осы сәтті сіздер еске аласыздар. Сондықтан ойларыңызда осы талапшылдық, еңбекке, білімге, мақсатқа деген талап жоғары болсын деген келеді, құрметті оқушылар. Алатын марапаттарыңыз құтты болсын. Жақсы көңіл күймен осы тарихи сәтті бірге өткізейік. Көп рахмет сіздерге. Көп рахмет Саят Алқатұлы. Шарамызды ары қарай жалғастырайық. Ендеше спикерлерімізге сөз кезегін берсе, құрметті спикерлер, регламент 5 минут. Өйткені марапат алатын оқушыларымыз өте көп. Әрине айтатын ыстық-ықыластарыңыз, баталарыңыз көп, бірақ дей тұрғанмен шарамыз қатты созылып кететін сияқты. Алаштың көк байрақты көкке биік көтерген тәуелсіздік биігін ай бағаңның, аманаттың ақ жолында адалмын, бір сен үшін жасын сықты анаммын, бір сен үшін басын тікті бабаммын, бір сен үшін отқа түсіп жан шыбын, бақтынан безді бабам бал шырын, ұйықтамады көз шырымын алдылар, маңдайына сабын тіреп қамшының, тәуелсіздік не жетеді құныңа. Менің отаным Қазақстан Республикалық байқауының жеңімпаздары Рысқұлбек Дария Бауыржан қызы, Сабиржанова Дурдона Бабиржановна, Сахыбек Аруай Еркін қызы, мен марапат алып, ағайлар шығып, бізге әсерлі әңгіме айтты. Астананың ауа райы соншалықты суық болды. Бір қарын ұстаған өзінен қолын мұздай қатып қалады. Ұшақтан түнгі Астана сондай керемет, ғажайып. Астана күшті екен, бажы әдемі екен, болды. Астананың ана жеріне барып, пәтерге шықтық, студент бар, уже әдемі болып қалды.
Абайла балам тайғақ. Блогер мамон. Көрмедіңдер ма? Жүр. Охота, рыбалка, Аллах. Iya. Керемет, ә? Шетінен көрейік та? Адамдар. Керемет, ә? Мына жақ қарасаңшы тасбақа. Тасбақалар көрінер ме? Мынаның төбесі шығып көрінді, бойын жетпесе. Шыға бер. Қараш. Ойбайдан басын қарсы жылан сияқты. Көрінер ме? Крокодил. Қарасы кесейін ұрсек мына жаққа. Көріп тұр ма? Шын ғой? Армандар орнава. Это не опасно? Опасно? Нет, не знаю. Знаешь, бір-біріне доста. Мына жаққа келші, мына жаққа. Ай, бала, мына жаққа келші. Мына жаққа келші, мына жаққа. Жылан сияқты ғой. Түрі ғой ма? Тасбақалар устали, да, шашып қалды ғой. Красавица, крокодил бар. А что они вас шықтық, Мой аузын бұзын ба? Нюза көрді. Қыматтығы көрді ба? Иә. Таспазай таста. Әл. Пираты. Сол немо ғой, ә? Иә. Мына сылтар балықты бар еді ғой. Они без Мына картофтар ғой, иә. Қалай? адамға Саған қарандардан асқап. Міне қазір акула о сияғында. Акула кішкентай бала. Міне қара дәу акула. Андай акула, қара. Міне. Көрдің бәрін көрсем? Үлкен тасбақа. Міне, қараш. Қаттай қарамас. Қатты. Акула міне. Деу акула. Қатты. Тралала. А
Ол қаяқтан жүзіп келіп жатыр? Білмеймін. Енді сондай ғой ол. Керемет. Iya. Бұл не? Мамут. Аха. Ана көзін көріңдер ма? Сен. Қайда? Олар жеді өмірс. Неге? Тамақтандыруға болмайды. Вкуска болмайды. Иә, мынаны қарасай, әдемі. Привет. 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 Түсін көрдің ба? Айбай. Yerinde özgürtüyorum. Sonra ana әлде su ойнап жатқанда зәрте. Әлде ойнап. ішінен кірсек ішіне. Басын көзіміз көреміз. Өткенде мен осындай видеоны тауып алып көрсеттім. Мыналарға балықтардың ішінде. Осындай. Болды ғой не? Тамаққа кетті. Олар анекта жоқ. Кемия жоқ. Қазір біз нәрсе жатқанына адам. Мына осы крокодил. Папа.
Ayakta turalım. Ne var? Balık var mı? Qanday balıqlar var? Qarasa jeymiz deydi. Ağzını aç otur. İşte. Iya, sırdan ko'rikdi.
Değil mi? Мешіттің іші көрдің бе сондай әдем? Ау? Иә. Жүр, былай қарай жүр. Kеттік. Мұны ұстады. Артқа кетіп қалды. Шапалақта сүйген тағамдармен тәттілер ыстық және салқынсыз суға тапсырыс беруге болады. Сізге мәлім әзір орындықтың әр қалтасында аспақшылан болмасын. Астарыңыз онда болсын, асылыңыз рахмет. Дамы и господа, чтобы ваш полет проходил в комфортно, на борт нашего самолета вы можете заказать 5 перевод с горячей профессиональной.